Қайырлы күн. Қазақ сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек деген. Мен ойлана келе қазақ үшін жобамда мен бүгін сіздерге кимешектің хикметін ашқалы тұрмын. Кимешек. Осы кимешек жаһандану дәуірінде ұлттық құндылықтарды жою тұрғысында жүріп атқан күрестерге қарсы тұру үшін біз ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауымыз керек. Бүгінгі тақырып кимешек. Кимешектің ескілікті атауы шылаушы. Осы шылаушы кимешектен біздің қазақ ұлты қалай қол үзіп қалды? Бұның артында үлкен отарлану кезінде Ресей заманында көптеген жұмыстар атқарылды. Соның бірін айтып кетейін. 1921 жылы Кеңес одағына Клара Цеткин Кеңес одағына келіп, әйелдер теңдігі туралы түрлі жиналыстар өткізіп, ұлттық құндылықтарды жоюға бағытталған бастамалар көтерілді. Есесінде бүгінгі заманда біз ұлттық құндылықтарынан ажыраған, тек қана 8 наурызды ғана тойлап, әйелдерге жылына бір-ақ рет қана құрмет көрсететін деңгейде қалып кеттік. Қазақ әйелдерінің кимешектен жиренуіне түрлі жұмыстар жүргізілді. Соның бірі Кеңес одағындағы цензура. Қазақ құндылығы болып табылатын Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасының 3-4 томдары цензура арқылы қайта жазылған. Бұның дәлелі ретінде Абай жолы романының 4 том 37-38 бетінде Абайдың әйелі Ділданың өз келініне берген кимешегін қалаға келген Абайдың келініне кимешекті шеш, кимешек қалаға жарамайды деген сияқты сөздер айтуын Мұхтар Әуезов Абай жолына енгізген. Ашыңыздар, оқыңыздар. Осы арқылы Абайды қолданып, ұлтымызға қарсы, анау кейбіреулердің білесіздер ғой, жаңағы Абай орыстардың жобасы дейтінін. Оның осындай бір кемшіл тұсы, сындарлы тұсы осы жер. Бір жері. Бұл Абайды пайдаланып отырып, ұлы ойды қазақ қоғамына сіңірді. Жаңағы кимешекті шештіруді. Әлбетте, шынайы өмірде Абай толық адам идеалын, ар ілімінің негізін салушы Абай әсте ондайға бармайтын еді. Бұған оның қара сөздері дәлел. Ары қарай айтатын болсақ, кимешек хикмет. Өздеріңіз білесіздер, қазақ ұлтында бас киімдердің 180 түрі бар екен. Соның ішіндегі мен бүгін шылауыш, яғни кимешек туралы айтамын. Қазақ халқы кезінде ерте замандарда кимешекті шылаушы деп атаған. Шылаушы дегеніміз кимешектің жоғары тұсында тұратын, оралатын, жаңа орамалды шылаушы деп атаған. Ол шылаушының қандай қажеттілігі бар? Соның ішіндегі әр өңірге тән кимешектер болған. Оның ішінде атап өтетін болсақ, Үйсін, Найман, Алшын кимешегі, Керей, Алтай, Арғын, әр руға, өңірге байланысты кимешектердің түрі болған. Ал Жамбыл өңіріне орамалды, яғни жаңағы шылаушы кимешек кеңінен тараған еді. Кимешек және лауазым. Жаңағы мен
Бағанағы айтқан шылаушыға қайтып оралатын болсам, шылаушы дегеніміз қазақ әйелдерінің бір бала туғанда басына, мынау бір бала туғанда әсіресе мынау бәйбішелер бір ана тоқалдардың жаңағы балаларын бауырына басып, әр бала туғанда бір шылаушыны мына басына орап отырады. Әсіресе оны биіктетеді. Жаңағы оған өздеріңіз Дина Нұрпейісованы, мынау қазір суретте берілетін неше жаңағы биік кимешектер шылаушы оралған. Осының дәлелі. Қаншалықты кимешек биік болған сайын, ол әйелдің абыройын, беделін, өмірдегі оның ұлтқа қосқан үлесін білуге болатын еді. Шылаушы кимешегі биік бәйбішелер қазақтың көшін бастауға қақылы болған. Кимешекті кім киеді? Кимешекті сәукелені орамал айырбастаған, келін болып жүріп, балалып, бөпелі болып, бөпесін бесікке салу кезінде үлкен әжелер қауым жиналып, келінге кимешекті сыйға тартқан. Болмаса оның өз жасауымен келген кимешекті кию құрметіне ие болған. Кимешекті балалы әйелдер киеді. Бір бала бөпелі болғаннан бастап кимешек киеді. Кимешекті кімдер кимеген? Кимешекті бала туа алмаған зарлы әйелдер кимеген. Ал қазір біз қандай жағдайдамыз? Біз рухани жаңғыру бойынша осы әрбір қазақтың аяулы аналары, әсіресе мынау ұлттық құндылықтар бойында бар намысты аналарымыз, келіншектер осы кимешек киюді қолға алу керек. Наурыз айы бұл ұлттық ай. Қазақ елімен барша жұртты, балалы келіншектерді кимешек киюге шақырамын. Қазақ рулары арасындағы жанжалда үлкен шығындар болайын деп тұрған кезде, екі рудың әскерінің ортасына қанды шайқас кезінде алдын алу үшін қазақ аналары ортаға шығып, жаулықтарын, кимешекті ортаға тастау арқылы небір ру ішіндегі үлкенді кішілі соғыстарды, дау жанжалдарды тоқтатқан. Есті ер адамдар қасиетті саналған аналық кимешектен аттап өтпеген. Қазақ ерлерінің өзі ананың кимешекті кие тұтып, небір дау жанжалдарды тоқтатқан. Бұл Орта Азиялық ұлттарға тән қасиет еді. Мөңкөби өз шығармасында кер замандар келгенде қатындар ар-ұяттан жұрдай болады, балалар жетім болады, қатындар жесір болады, бала туа алмайтын кесір болады, жаңа түскен келін ерменен тұрмайтын болады, келін айғыр, кемпір саяқ болады, сондай заман келгенде түзелуі қиын болады деген. Мен де бір қазақтың жоқшысымын, және де кез келген сынға дайынмын. Бірақ ұлттық құндылықтарды түгелдеп жүрген қазақ елінде ұлттық құндылықтарға мән берсе, тәрбие беретін, идеология жүргізетін адамдар ол өзінен бастау керек. Менің бір әріптесім тәрбие беретін адам, ол тұнып тұрған тұла бойы
тәрбие болмысты болу керек деген еді. Сол сияқты мен қазақтың бір кем дүниесін Шерхан Мұртаза айтқан төлдеуге тырысам. Үлкенге сәлем бермесек, киіз үйге кірмесек, бұрымды қызды көрмесек, шежірені білмесек, аптасына атқа мінбесек, шылаушыны орамай, кимешекті кимесек, имансыздық жауласа, ұлттық құндылық не керек? Бұл берілген материалдар ұлттық құндылықтарды толықтыра түседі деген мен ойдамын. Бұл тарихи деректер, ақиқат, сыни ойлану және де ұлттық құндылықтарды сақтап қалу бойынша әркім өзінің борышы деп білетін таңдау жасау өзіңізде.